Қайырлы күн достар, сіздермен Аяржан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан котлет жасайтын боламыз. Алдымен бауырымызды тазалап, күліңкісін ажыратып, турап, дайындап қоямыз. Көкөністерімізді тазалап аламыз. Блендерге туралған таза бауырымызды саламыз. Piyazımızı turap salamız. Мінекей дайын болды. Bұрышымызды араластырамыз. Тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып, осы уақытта табаға майымызды қыздырамыз. Ожаудың көмегімен азғантайдан құямыз, қалың болып кетпеу керек. Осылайша табаға 3-4 данадан салып пісіріп аламыз. Астыңғы жағы қызарған кезінде үстіңгі жағын ауыстырып, екі бетінде қызартып пісіріп алатын боламыз. Баяу отта пісіреміз, қатты отта тез қызарып, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Жиындарға жасап, холодный ассортиға қосып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Мінекей өте дәмді котлеттеріміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.